Сәлем достар, менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің каналыма әлі жазылмаған болсаңыздар, онда жазылуларыңызды сұраймын, себебі мен өзімнің YouTube каналымда шетелде тегін білім алудың түрлі жолдарын, бағдарламалар туралы айтамын. Және де мен Инстаграмда да сіздерді күтемін, себебі ол жерде мен Америкадағы студенттік өмірімде болып жатқан қызықты оқиғаларды айтамын. Сонымен қатар ол жерде тұрақты түрде English онлайн айдарын жүргіземін. Онда ағылшын тілін үйренуге қатысты көптеген пайдалы ақпаратпен таныса аласыздар. Сондықтан да сіздерді Инстаграмға да жазылуды сұраймын. Ал бүгінгі видео менің бұл Америкадағы оқу жүйесі туралы болмақ. Мен өзім болашақ бағдарламасы арқылы Америка құрама штаттарында Rutgers State University of New Jersey'да магистратурада білім алып жатырмын. Мен өзімнің бірінші семестрімді аяқтап, екінші семестрға аяқ бастым. Сондықтан да осы бірінші семестрді көрген, білген, түйгендерім, жинаған тәжірибем, байқағандарымды, Американың оқу жүйесінің Қазақстан оқу жүйесімен ұқсастықтары мен айырмашылығы, артықшылықтары деген сынды осы тәжірибемен сіздерге бөлісу үшін осы видеоны жазамын деп шештім. Себебі менде Америкада оқуымды бастамас бұрын осындай сауалдар болған еді. Менде Американың оқу жүйесі қандай екен, неге дайын болып баруым қажет, дайындықты қазірден бастайтын болсам нені дайындауым керек, неге дайындалу керек деген сынды сондай сұрақтар болды. Сондықтан да бұл видео Америкада оқығысы келетіндерге, оқуды жоспарлап жүргендерге, немесе оқуға түсіп қойып енді міне оқуымды бастайын деп жүргендерге бұл пайдалы болатынына сенемін. Ал дайын болсаңыздар бастаймыз. Американың оқу жүйесі бұл кредиттік жүйеге негізделген. Яғни сіз магистратураны немесе бакалаврды аяқтау үшін белгілі бір кредитті қамтуыңыз қажет. Мәселен, менің университетімде мен магистратураны аяқтап қолыма диплом алу үшін мен 36 кредитті қамтуым қажет. Ол әр университетте әртүрлі болады. Біздің университетте ол магистранттарға 36 кредит болса, ол басқа университетте 32 кредит болуы мүмкін. Кейбіреулерінде тіпті 75 кредит болуы мүмкін. Кредит дегеніміз не, және оны қалай қамтаймын деген заңды сұрақ туындайды. Бұл кредит дегеніміз сабақтар, яғни әр сабақтың кредит саны әртүрлі болады. Бір сабақ ол 3 кредит болуы мүмкін, бір сабақ 4 кредит болуы мүмкін, бір сабақ бар жоғы 1 кредит болуы мүмкін. Яғни сіз сабақтарды таңдаған кезде кредит санын есептейсіз. Және де мәселен бірінші семестрда сіз 3 сабақты таңдайтын болсақ, және оны біреуі бір сабақ 5 кредиттан тұруы мүмкін. Сізде мені 5 кредитті алдыңыз, одан кейін тағы да екінші физика сабағын таңдадыңыз. Физика сабағы ол 3 кредиттен тұруы мүмкін. 8 кредиттіңізді алдыңыз, сізге міндеттелген 36 кредиттің, сосын тағы да қосымша тағы бір сабақты алуыңыз мүмкін. Ол 1 кредиттен тұруы мүмкін. Сөйтіп бәрін қосқан кезде 9 кредит алдыңыз. Яғни сіз 3 сабақ таңдадыңыз, ол 3 сабақтардың кредит санын қосқан кезде сізде 9 кредит шықты. Яғни сіз бірінші семестрда міндеттелген 36 кредиттің 9-ын оқисыз деген сөз. Кредиттік жүйе дегеніміз міне осы таңдаған сабақтарыңыздың кредит санын барлығын есептегенде сіз магистр дәрежесін немесе бакалавр дәрежесін алып шығу үшін университет сіздерге міндеттелген кредиттің барлығы саны шығуы қажет. Бұл жерде мынаны ескеру қажет. Қазақстандық студенттер Америка құрама штаттарына келгендіктен олар халықаралық студенттер болып есептеледі. Халықаралық студенттерге Америкада нақты бір талаптар бар. Яғни сіз Америкаға келіп оқитын болсаңыз, онда сізге full-time student болу керек. Full-time student боласыз тек қана егер сіз бір семестрда 9 кредиттан төмен кредит болмау қажет. Яғни сол уақытта сіз full-time студент боласыз. Американың оқу жүйесіндегі ерекшеліктердің бірі бұл студент өзіне байланысты қашан оқуды бітіретініне. Яғни бізде Қазақстанда бакалаврды бітіру үшін ол 4 жыл қажет, ал магистр дәрежесін алу үшін 2 жыл оқуыңыз керек болса, бұл жерде сіз студент өзі шешеді қашан оқуды аяқтайтыны. Яғни бұл сөзінің басында сіздерге кредиттік жүйені түсіндіріп өттім. Бұл және де сіз 36 кредитті алатын болсаңыз, мәселен 36 кредитті сізге магистрат дәрежесін алу үшін соны қамтуыңыз қажет болса, онда сіз сол 36 кредитті бір жылда, яғни бір семестрда, 2 жылға созбай-ақ бір семестрда барлық көптеп сабақты алып қамтуыңызға болады. Сәйкесінше сіз 36 кредитті бір жылда барлық сабақтардың санын бәрін есептегенде 36 кредит шығып бір жылда соның барлығын алатын болсаңыз, онда сізге оны тағы да 2 жылға создырудың қажеті жоқ. Яғни бұл студенттің өзіне байланысты. Егер сіз бір жылда оны тез уақыт аралығында магистратураны осыны бітірем, немесе бакалаврды қысқа уақытта бітірем, сондықтан да көптеп сабақ алам десеңіз, онда сіз жаңағы сізге берілетін тапсырма, сізге берілетін нагрузка дейміз ғой, оны көп болатынына да дайын болыңыз. Себебі сіз
сіз қысқа уақытта сол кредиттардың барлығын алу үшін сәйкесінше сіз көп сабақ алуыңыз керек. Яғни аптасына 5-6 сабақ алуыңыз керек. Бұл Америкада 5-6 сабақ аптасына ол оңайға түспейтіні анық, себебі әр сабақтың өзінің белгілі көп тапсырмалары болады. Оны барлығына үлгеруіңіз қажет. Сондықтан да бұндай егер ертерек бітірем десеңіз, онда сондай көп жұмыс істеуге, сабаққа көп уақыт бөлуге дайын болыңыз. Ал егер де сіз керісінше жұмыс істейтін болсаңыз және тағы да қосымша сіздің бала шағаңыз болса, онда сізге сабаққа тек қана белгілі бір уақыт қана бөле аласыз, яғни бүкіл уақытыңызды сабаққа бөле алмағандықтан, онда сіз керісінше 2 жылдан да ұзағырақ магистратураны аяқтауға сізге 2 жылдан да ұзағырақ уақыт қажет болуы мүмкін. 2,5 жыл немесе одан да көп деген секілді. Сондықтан да Америкада оқуды қашан аяқталатыны ол студенттің өзіне байланысты дегеніміз осы. Мәселен, магистранттар олар жұмыспен, бала шағамен және де оқуды қатар алып жүру мүмкін. PhD студенттері де дәл солай. Сол себепті олар сабақты аз-аздан алып, барлығына үлгеру үшін аз-аздан алады, сәйкесінше оның оқитын уақыты да ұзағырақ болады. Американың оқу жүйесіндегі үшінші ерекшелікке келетін болсақ, бұл студенттерге көп еркіндік беріледі және бұл тұсы маған өте қатты ұнайды. Яғни сіз өзіңізге ұнайтын сабақтарды таңдай аласыз. Сіз магистратураны, PhD немесе бакалаврды бітіру үшін сізге міндеттелген, өзіңіздің мамандығыңыз бойынша міндеттелген сабақтар тізімі болады, және де қосымша сіздерге таңдау сабағы беріледі. Міндеттелген сабақтар өзі ат айтып тұрған сияқты, сіз магистр немесе PhD немесе бакалавр дәрежесін алу үшін міндетті түрде сол міндетті сабақтардың барлығын оқуыңыз қажет, және де қосымша сіз өзіңіздің таңдау сабақтары болады. Ол таңдау сабақтарын сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай таңдайсыз. Және де сабақ басталмас бұрын, яғни бірнеше ай бұрын сізге университет сол сабақтардың тізімін жібереді. Ол сабақтардың тізімін тек қана тізімін ғана жіберіп қоймай, сол сабақ туралы барлық ақпаратты жібереді. Яғни ол сабақта сіз нені үйренесіз, қандай тақырыптарды қамтисыз, ол сабақты бітіргеннен кейін сіз нені үйреніп біліп шығасыз, ол сабақ қанша кредиттен тұрады деген сынды сондай ақпаратпен бірге келеді. Сол ақпаратқа сүйене отырып, сіз өзіңіз қалауыңызға байланысты сол сабақтарды таңдайсыз. Және де бұл жерде мынаны ескеру қажет. Сіз ол сабақтарды өзіңіз қалап таңдадыңыз. Бірақ ол сабақ басталғанда сіз мұғалім ұнамады, мұғалімнің сабақ беру әдісі ұнамады, немесе ол сіздің ойлағаныңыздай көңіліңізден шықпаса, ол сабақ сол семестрдің басында белгілі бір уақытта сіз ол сабақтан бас тартып, басқа сабақты таңдауға құқығыңыз бар. Сондықтан да бұл жерде де өте ыңғайлы, яғни сіз қатып қалған заңдылық жоқ. Егер сізге сабақ сіздің көңіліңізден шықпаса, онда сіз одан бас тартуыңызға болады. Бірақ бұл жерде мынаны ескеріңіз, сіз студенттерге арнайы уақыт беріледі. Сіз осы уақыт аралығында сабақты сынап көрсеңіз болады, ұнаса ары қарай жалғастырасыз, ұнамаса осы уақыт аралығында сіз одан бас тартып басқа сабақ таңдап үлгеруіңіз керек деген секілді дедлайндар беріледі. Сол дедлайнның барлығын қатаң сақтаңыз. Үйтпеген жағдайда онда сіз басқа сабақ таңдап үлгермейсіз, және де бұл сабақтан да бас тарта алмай қаласыз. Ол қай датасы, оның барлығын университет сізге электрондық поштаңызға барлығын жібереді. Бұл жерде электрондық поштаға келетін болсақ, әр студенттің өзінің университет берген электрондық поштасы болады. Университет сізге арнайы сол поштаны береді. Сіз өзіңіз оның паролін ойластырасыз, және де университетке қатысты барлық, сабаққа қатысты, университетке қатысты барлық пайдалы, маңызды ақпараттардың барлығы сол сіздің студенттік поштаңызға келеді. Сол себепті ол студенттік поштаңызды жиі тексеріп тұруға кеңес беремін, себебі осындай маңызды, пайдалы ақпараттан қалыс қалмауы үшін. Егер сізде университетке, сабаққа қатысты қандай да бір сұрақтар туындаса, хатты міндетті түрде сол университет берген электронды поштадан жіберуге кеңес беремін. Және де сіздің университеттік электрондық поштадан бөлек әр студенттің өзінің аккаунты болады. Яғни, мәселен, бізде ол Canvas деп аталады. Canvas'та біздің өзіміздің әр студенттің аккаунты болады. Ол аккаунтта дәл сол секілді сіздің өзіңіздің пароль, логиніңізді жазып кіресіз. Ол жерде сіз таңдаған сабақтардың тізімі тұрады, және де әр сабақ бойынша ақпарат тұрады. Яғни, ол сабақтың силабусы, сіздің бағаларыңыздың барлығы сол сайтта жарияланады. Сонымен қатар
ол жерде арнайы күнтізбе болады. Ол күнтізбе арқылы сізге қай күні қай тапсырманы орындау қажет, қай күні демаласыздар деген сияқты соның барлығы жазылып тұрады. Және де сіз өзін басқа бір сабақта оқитын группаластарыңызбен қалай байланыса аласыз, кімдер оқиды, оны да барлығын сайттан көресіз. Сонымен қатар бұл жерде үй тапсырмасы да сонда жарияланады, және де үй тапсырмасының дедлайны да сонда тұрады. Сонымен қатар сіз үй тапсырмасын орындап болғаннан кейін де сол сайтқа барлығын жүктейсіз. Және де мұғалім сол сайттан тікелей сіздің жүктеген үй тапсырмасыңызды тексеріп, оған сіздің қателеріңіз болса, осындай мындай қателер кетті, мына жерлері жақсы жазыпсың, мына жерлерін өзгерту керек, мына жер бойынша жұмыс істеу керек деген сияқты мұғалімде комментарийін жазып, сізге бағасын да сол жерден тікелей қояды. Сіз сол сайт арқылы да профессор мен мұғаліммен тікелей байланыса аласыз. Яғни Қазақстандағы секілді оны жазып, қолдан мұғалімге тапсырмайсыз, барлығын электронды түрде сол сайтқа жүктейсіз. Американың оқу жүйесіндегі тағы бір артықшылығы, ол сіз семестрді қашан бастайсыз, оқуды қашан бастайсыз, ол сізге таңдау беріледі. Яғни бізде Қазақстанда мәселен 1 қыркүйекте сабақ басталып, мамыр, маусым айында ол аяқталатын болса, ал Америкада бұл өзгерек. Бұл жерде күзгі семестр бар, көктемгі семестр бар, қысқы және жазғы семестр бар. Және оны қай семестрда сіз оқуыңызды бастайсыз, қай семестрда оқуды бастау сіз үшін ыңғайлы, соған байланысты сол датаға жаңа құжаттарыңызды тапсырасыз. Сәйкесінше сол уақытта сіз өзіңіздің семестріңізді бастайсыз. Жазда бастайсыз ба, қыста бастайсыз ба, ол сіздің өз еркіңізде. Дәл сол секілді оқуды, сабақтарды таңдағанда да сізге таңдау еркіндігі беріледі. Мәселен, бізде кешкі сабақтар болады, таңертеңгі сабақтар болады, түсте басталатын сабақтар болады. Сіз егерде күндіз жұмыс істесеңіз, онда сізге кешке ыңғайлырақ болуы мүмкін сабағы. Сондықтан да сіз таңертеңгі сабақты емес, кешкі сабақты таңдауыңызға болады. Яғни бұл жерде студенттің жаңағы өзінің графигіне, күнтізбесіне байланысты, күн тәртібіне байланысты өзіне сондай бір таңдау еркіндігі беріледі. Яғни өзіңізге ыңғайластырып, осылай жаңағы бәріне де үлгеруге болады. Американың оқу жүйесіндегі тағы бір мені таңғалдырған тұсы, бұл сіз 1 семестрді аяқтағаннан кейін сіз оқыған сабақтар бойынша және сізге сол сабақ бойынша сабақ берген мұғалімге сіз жасырын түрде не бересіз, баға бересіз. Яғни ол жерде бірнеше сұрақтар болады, сол сұрақтардың барлығына жауап бересіз, аты жөніңізді көрсетпейсіз, және де оның қосымша комментарийлар жазасыз. Мәселен, бұл сабақты қалай жақсартуға болушы еді, сіздің ұсыныстарыңыз, бұл сабақтың қандай кемшін тұстары болды, бұл сабақтан кейін сіз нені үйреніп шықтыңыз, көңіліңіз тола ма осы сабаққа, мұғалімнің сабақ беру әдісі сізге ұнады ма, сізге жаға ма, қайсы тұсы жақты, қайсы тұсы жақпады деген сынды сондай сұрақтар болады. Сол сұрақтардың барлығына шынайы жауап беруіңізге болады. Және де оның барлығы сөзін басында айтып өткендей жасырын түрде болады. Яғни семестр біткеннен кейін сізге сілтеме жібереді, сол сілтеме бойынша барлығын толтырып жібересіз. Яғни бұл мұғалімдердің рейтингісін, мұғалімдердің жаңағы кемшін тұстары болса, қандай кемшін тұстары бар, және де оны жетілдіру үшін не істеу керек, бұл сабақтың жаңа қандай артықшылықтар бар, қандай жақтарын жетілдіру қажет деген сынды анализ жасау үшін өте пайдалы. Сонымен қатар қай мұғалім жаңағы сабақ беру әдісі ұтымды, қай мұғалімдікі онша емес, және де ол мұғаліммен ары қарай жұмыс істеудің қажеті бар ма, қажеті жоқ па деген сынды сұрақтарға жауап беру үшін де бұл студенттердің осындай фидбэк дейді, яғни студенттердің пікірімен санасатыны, студенттердің пікірін ескеретіні, және де олардың қызықтыратыны, студенттердің жаңағы пікірі тұсы маған өте қатты ұнады. Ал енді ұқсастықтар туралы айтатын болсақ, бұл жерде Қазақстандағы секілді семестрдің ортасында, осы басында семестр басталғаннан бері өтіп жатқан материалдарды қаншалықты түсіндіңіз, олдан бір нәтиже шығара алдыңыз ба, сол материалдарды қандай жерін жаңағы әлі түсініңкіремедіңіз, оны қай жерін жетілдіру керек, соны тексеру мақсатында midterm дейді, ал біз жақта ол Қазақстанда, яғни оны рубежка дейді. Сол секілді Қазақстандағы рубежка сияқты бұл жерде midtermдер өтіп тұрады. Және де семестр аяқталғанда Қазақстандағыдай сіздер final exam дейді, соңғы емтихандарды тапсырасыз.
және де final exam ол міндетті түрде жаңағы немесе мидтермдер міндетті түрде олар тест тапсыру немесе тағы да бір осындай уақытқа осыншаманы жасау деген секілді міндетті түрде ондай болу міндетті емес. Яғни ол оқып жатқан таңдаған мамандығыңызға байланысты. Яғни егер журналистика, пиар, диджитал медиа, документальный фильм дегенге қатысты осындай шығармашылықты қажет ететін мамандықтар болса, сәйкесінше сіз соңғы қорытынды жобаңыз ретінде осындай шығармашылыққа қатысты практикалық жаңағы жобаларды жасауыңыз мүмкін. Мәселен, сіз деректі фильмдер бойынша факультетте оқитын болсаңыз, сәйкесінше сіздің соңғы жаңағы жұмысыңыз ретінде, қорытынды жұмысыңыз ретінде сіз деректі фильм түсіруіңіз керек. Және де сол деректі фильмнің сапасына, тақырыпты қаншалықты аша алдыңыз, сценарийна барлығын ескере отырып сізді бағалайды. Сондықтан да бұл шығармашылыққа қатысты мамандықтарда көбінесе мидтермдер, және де final экзамдар міне осындай түрде өтеді. Немесе сізге эссе жазуды тапсырма беруі мүмкін. Америкадағы маған тағы да бір ұнаған тұсы, бұл студентке оқу басталмас бұрын бір таңдаған сабағына бойынша әр сабақтың өзінің силабусы болады, және де ол силабус сөзімнің басында айтып өткендей университеттің өзінің сайтында тұрады. Ол силабуста сіз сабаққа қатысты барлық ақпаратты толық таныса аласыз. Яғни ол сабақ қыркүйекте басталып желтоқсан айында аяқталатын болса, сол қыркүйектен желтоқсанға дейінгі әр сабақта, әр датада қай тақырыпты өтесіздер, ол тақырып бойынша нені талқылайсыздар, үй тапсырмасына не беріледі, және ол үй тапсырмасын қандай уақыт аралығында, қай сағатқа дейін бітіруіңіз қажет. Сонымен қатар қай күндері экзамен, қай күндері демалыс, экзамендарды сіздер қалай тапсырасыздар, эссе түрінде өткізетін болсаңыздар, эссе қанша бет болу керек, қандай шрифтпен жазылу керек, қандай тақырыптарды қамтуыңыз қажет деген секілді бәрі бүге-шүгесіне дейін жазылады. Және де ол сабақта сіздер қандай кітаппен өтесіздер, мұғалімдеріңіз кім, ол мұғалімнің байланыс номері қандай деген сынды барлық толық ақпаратты сол силабуста береді. Сол сабақ басталмас бұрын сол силабусты оқып танысқаны ол студенттерге өте ыңғайлы. Яғни қай күні қай тапсырмаға дайын болу керектігін ол студент алдын ала біледі. Бұл жері менің ойымша өте ыңғайлы. Бірінші семестрда, яғни күзгі семестрда менің оқып түйген білгендерім осы. Осы видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер де қандай да бір осы Америкадағы оқуға қатысты сұрақтарыңыз болса, онда комментарийға жаза өтіңіздер. Және де егер де бір осы туралы видео түсірсең деген ұсыныстарыңыз болса да, оны да ескеремін. Және де осы видео ұнаса, сіздерде лайк түрінде сіздерден қолдау күтемін. Көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.